Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы туған ел көрмесі. Сабақтың мақсаты: жаңа сөздер үйренеміз, жаңа сөздермен сөйлем құраймыз, және мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап береміз. Бүгінгі жаңа сөздер. Менен кейін қайтала. Аудан, аудан. Орталық, орталық. Алыс, алыс. Халық, халық. Ұлт, ұлт. Шаңырақ, шаңырақ. Ту, ту. Бейнелеу, бейнелеу. Орын, орын. Жақсы, енді жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып, жаттап ал. Екінші, жаңа сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Бұл тапсырма жұмыс дәптерге орындалады. Келесі, мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап бер. Суретшілер көрмесінде. Жүргізуші: қадірлі достар, біз көрмеде тұрмыз. Жас суретшілер туған ел тақырыбына қандай сурет салды екен? Өздерінен сұрайық. Фарида: менің есімім Фарида. Мен Шымкентте тұрамын. Мен Шымкенттің суретін салдым. Расул: менің есімім Расул. Мен Оралда тұрамын. Біздің аймақта жазық дала көп. Онда әртүрлі гүлдер өседі. Менің суретімде гүлдер бейнеленді. Медет: менің атым Медет. Мен Бурабай тауын бейнеледім. Таудың басында ту ұстаған баланың суретін салдым. Жүргізуші: бірінші орынды кім алды? Енді мәтінге қатысты сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: диалогке қанша адам қатысты? Және олар кімдер? Балалар қайда тұр? Және соңғы сұрақ: балалар қандай тақырыпта сурет салды? Жақсы, сұрақтарға жауап берейік. Келесі тапсырма. Жазылым. Балалар туған ел тақырыбында қандай сурет салды? Диалогты қайталап тыңдап, кестені толтыр. Және оқулықтағы екінші және үшінші тапсырмаға қара. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз жаңа сөздер өттік. Жаңа сөздермен сөйлем құрадық. Мәтінді тыңдадық және сұрақтарға жауап бердік. Жазылым тапсырмасын орындадық. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.